Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар, Нәзік Жан каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздермен Гүлжан Анарбайқызы әдеттегідей пайдалы ақпаратпен бөліскім келеді, және ол менің өзімнің практикамда қолданып жүрген ақпараттар, әрине. Мен бүгін тақырыпта дұғаны тілеудің әдеттері, чтобы дұға тілеген кезде сізде қабыл болу үшін қандай амалдарды, қандай әрекеттерді жасауымыз керек, және дұғаны тілеуді рет-ретімен айтатын боламын. Мен сіздерге айтайын, мен ол практиканы өзім ақылы түрде алғам, ұстаздардан алғам десем де болады. Сондықтан да ешқандай күмәнсіз сіздер осы ақпаратты бүгін видеоны соңына дейін қараңыздар, себебі рет-ретін мен соңына дейін айтатын боламын. Жіберіп алмаңыздар, міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ал ендеше кеттік. Міндетті түрде дәптер, ручка алып жазып отырыңыздар. Біріншісі, егер жазбасаңыздар, құрметті оқырмандар, қыздар, кім оқиды менің оқырмандарым, міндетті түрде жазып алыңыздар. Өтінемін сіздерден, үлкен өтініш, себебі барлығын жазып, одан кейін тілегендеріңізде сондай бір нәтижесі жақсы болады. Ең бірінші, мұқият тыңдаңыздар, ең бірінші Аллах тағалаға мақтау айтамыз. Ол қалай? Я Раббым, 18 мың ғаламның, бүкіл әлемнің жаратылыстың иесі, жаратушы ием, патшалардың патшасы, ұлылардың ұлысы, сен ұлысың, тек саған ғана бас ием, тек саған ғана құлшылық жасаймын, я Раббым. Я Раббым, сен барлық іс-әрекетімнің басқарушысың, сен барлық әлемді жаратқан жаратушы иемсің. Саған ғана мадақ айтамын. Барлық құдіреттің иесі, барлық күштің иесі сенсің. Я Раббым, және де барлық менің мұқтаждықтарымды өтеп беретін сен ғанасың деп айтасыз. Біріншісі осылай айтасыз. Енді екіншісі ол пайғамбарымызға салауат. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтамыз. Ол былай: Аллахым, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мұхаммедке, отбасына және ұрпағына береке бер, және оларды рахым ет. Я Раббым, сен расында мақтаулысың, сен расында даңқтысың дейсіз. Қазір мен сіздерге осы жерге именно қай салауат айтатынымды жазып қоямын. Міндетті түрде экранды басып тұрып салауатты, осы сөзді артынша осы салауатты жазып айтасыздар. Енді үшіншісіне көштік. Үшіншісі ол истихфар айту. Истихфар айту дегенімізді білмей жатқандарыңыз болса, бірінші рет естіп жатқандарыңыз болуы мүмкін. Истихфар дегеніміз ол Алладан кешірім сұрау. Яғни ол былай, міндетті түрде жазып алыңыздар. Я Раббым, сен кешірімдісің. Олай болса менің күнәларымды кешір. Расында сенің мейірім мен шексіз рахымың мені кешірет деген, менің күнәларымды кешірет деген үміт береді. Я Раббым, менің бұрынғы және кейінгі күнәларымды, жария және жасырын күнәларымды, біліп және білмей істеген күнәларымды кешірімді сұраймын. Раббым, сен расында кешірім иесісің. Я Раббым, расында сен тәубеге келген құлдарыңды кешіресің. Расында сен менің күнәларымды кешірмесең, менің қалім мүшкіл. Менің күнәларымды шексіз мейіріміңмен, шексіз рахымыңмен кешірімді сұраймын. Енді құрметті оқырмандар, төртінші етап қой. Енді бұл жерде осы кезде енді өзіңіздің қалаған дұғаңызды тілеңіз. Не қалайсыз? Үй сұрайсыз ба? Берекелі үй сұраңыз. Машина қалайсыз ба? Қайырлы берекелі машина сұраңыз. Бала-шағаңыздың денсаулығы мықты болғанын қалайсыз ба? Өзіңіздің бір мұқтаждығыңызды сұраңыз. Өзіңіздің деніңіздің саулығын, барлығы үшін, бірақ өзіңізге сондай мұқтаж болып тұрған, Алладан бір сұрағыңыз келген, бір тез арада қабыл болғанын қаласаңыз, сондай бір керемет, бір өзіңіздің жақсы көретін, жақсы көріп істейтін амалыңызға жету үшін де сол дұғаны сұрауыңызға болады. Кез келген дұға. Ешқандай қиындатпаңыздар. Іштеріңізде қандай дұға тұр, қандай сөз тұр, соны Алладан сұраңыздар. Кез келген тілектеріңізді сұраңыздар Алладан. Енді не істейміз? Дұғаңызды сұрап болдыңыз, қалаған дұғаңызды сұрадыңыз. Егер жылағыңыз келсе, осы нәрсені айтпаппын. Мен постоянно айтайыншы, өзім осылай дұға сұраған кезде, прям мен жылап қаламын да. Себебі сезінесің да, что уже бүкіл сенің
арманыңды дұғаңды тілеген кезде Аллах тағала сен түк емес та бір нәрсеңді орындап беруші, түк емес Алла үшін, потому что ол шексіз, ол рахымды, ол мейірімді, ол береген, оның ризық өте көп та, шексіз да. Сол үшін сұраңыздар, сұраған кезде жыласаңыздар болады, ешқандай қымтырылмаңыздар. Аллаңыз ғой, ол сіздің тамырыңыздан да жақында, ешқандай қымтырылмай сұрай беріңіздер, жыласаңыздар, жылаңыздар. Енді барлық дұғаларыңызда тілеп болғаннан кейін, қайтадан одан кейінгі жасалатын амал, ол қайтадан Аллах тағалаға мадақ айтасыз, мақтау айтасыз, ұлықтайсыз, тура жаңағы бірінші этаптағыдай. Содан кейін қайтадан салауат айтасыз, дұғаңызды солай аяқтайсыз. Ең бір нәрсені айтайыншы сіздерге. Дұғаны тілеген кезде негізінде көп ұстаздардан да естіп жүрген боларсыздар, қазір интернеттің дамыған заманы ғой. Сәждеде жатып тілеу керек дұғаны. Фишкасы осы, қыздар. Сәждеде жатыңыздар. Дәретіңізді алыңыздар. Егер намаз оқымайсыз ба, просто дәретіңізді алыңыз да, жабық киім киіңіз да, басыңызға орамалыңызды тағып, жайнамазды қойып, жайнамаз болмаса бір орамал болсын қойып, тазалық қой, ол негізі просто. Басыңызды сәждеге қоясыз, сәждеге қалай тұру керек екенін интернеттен қарайсыз да, солай сәждеде тұрып дұғаларыңызды тілейсіз. Ал құрметті оқырмандар, Нәзік Жан каналының оқырмандары, сіздерге бүгінгі ақпарат ұнаған болса, сіздерден үлкен өтінішім бар. Маған қолдау ретінде, қазақша контенттің, қазақша каналдың дамуына қолдау көрсету ретінде, енді бәріміз бір қазақпыз ғой, дамып, бірге дамайық, осылай сіздерге сондай бір пайдалы болсын деген ниетпен осы каналды ашқан едім. Сондықтан маған соншалықты өздеріңіздің разылықтарыңызды, сондай бір жақсы ниеттеріңізді білдіргілеріңіз келсе, маған астына комментарий жазып, үліпілдеріңізді аямай басып кетсеңіздер деймін. Және де бұл видео пайдалы болсын деген мақсатпен шығарып отырмын. Және де тағы да ескерте кететін жағдай, құрметті оқырмандар, өтінемін сіздерден, менің видеоларым сіздерге аманат. Осы жерде оқырмандар ғана видеоларды қарасын, және де олар ешқайда таратқан мен қаламаймын. Ол сіздерге аманатты, пайдаларыңызға жаратыңыздар, міндетті түрде алып жаратып осыны тілеп бастап. Құрметті оқырмандар, міне осымен бүгінгі видео аяқталды, соңына жетті. Келесі видеода кездескенше, егер келесі тағы да бір пайдалы ақпаратты білгіңіз келсе, менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіз, және де лүпіл басып, астына комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде реакция ретінде сіздерде астына комментарийді үйіп-төгіп жазып, солай сіздерге пайдалы болып жатыр ма, дұға тілекті бүгіннен бастап тілеп бастаңыздар да. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ассаляму алейкум.